Ел аузында Қортық қанішері деп аталған бұл азғын небәрі 2,5 айда 8 адамды өлтірген. Яғни 4 әйел, кәмелет жасқа толмаған 3 қыз және 1 ер адам. Аты жөні Владимир Муханкин. Айуандықтарының бәрін 1995 жылы Ресейдің Ростов облысында жасаған. Ол құрбандарын қала сыртында, орман алқаптары және зираттарда табатын болыпты. Ал қылмыс әдісі сорақы. Ол құрбанды пышақпен ұрып жарақаттайды. Сосын өлім алды жанталасы кезінде зорлайтын болған. Бірақ сорақысы бұл емес. Ол құрбанын зорлап жатып, бір уақытта пышақтайтын болған. Осылайша мәйіттерден кем дегенде 25 шақты пышақ жарақаттары табылатын. Сондай-ақ марқұмдардың омырауларын, жүрегін, кейде жатырын кесіп алып кететін болған. Сондықтан бастапқыда қанішер адам жегіш деген күдік болды. Бірақ Муханкин дене мүшелерін жемейтін. Ол әлгі дене бөлшектерін пакетке салып, гаражында жастанып ұйықтайтын болыпты. Нәтижесінде қанішер 1995 жылдың 1 мамырында ұсталып қалған. Аталмыш күні ол бірден 2 адамды өлтірген. Темір жол маңында 20 жастағы бойжеткенді мерт қылады. Бірнеше сағаттан кейін 38 жастағы әйел мен оның 15 жастағы қызына шабуыл жасайды. Жасөспірім қыз жараланғанымен оқиға орнынан қашып үлгерген. Сөйтіп оның жауаптарының арқасында Муханкин бірнеше сағаттан кейін құрықталды. 35 жастағы қанішердің бойы 160 сантиметр болғандықтан сақшылар оны Қортық қанішері деп атады. Бірақ Муханкин бұл лақапатқа үзілді кесілді қарсы болыпты. Оның орнына өзін Чикатилоның шәкірті деп атауды талап еткен. Тіпті сұхбат алуға келген журналистерден де осыны өтініпті. Анықталғандай, оның қанішер болуына жұбайы түрткі болған. Бірінші қанды қылмысын 1995 жылдың 15 ақпанында жасайды. Ол әйелінің көмілдесін пышақтап өлтіріп, мәйітін зиратта тастап кеткен. Сөйтіп бірнеше күн бойы сақшыларды күтіп отырыпты. Бірақ ешкім келмеген соң араны ашылып кетеді. Ол жұбайының опасыздығы үшін басқа елдерден кек алуды шешкен. Бірақ жұбайымен ажыраспайды. Тіпті көңілдесі жайлы білетінін айтпаған. 1996 жылдың 11 желтоқсанында Владимир Муханкин өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Қазіргі таңда ол 66 жаста. Жазасын әйгілі Қара Дельфин түрмесінде өтеп жатыр. Деректерге сүйенсек, өз өмірі жайлы автобиографиялық кітап жазу үстінде. Міндетті түрде парақшаға жазылып, пікір қалдыра кетіңіздер. Егер қылмыстық істер жайлы хронометражы ұзақ деректі фильмдерді қарағыңыз келсе, менің Абайбол атты YouTube арнам бар. Әр оқиға түпті қиянына дейін зерделеніп баяндалады. Кіріңіздер, қараңыздар және жазылыңыздар. Абай болайық.